Ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракатух. Продолжим, иншалла, сестры. Біздер 13-ші сабаққа келіп жеттік. Бисмиллахи алхамдулиллахи нахмаду ва настағинуху ва настағфируху ва нағузу биллахи мин шурури анфусина ва мин саййиати аъмалина. Ман яхдихиллаху фала мудилля лаху ва ман юдлил фала хадия лаху ва ашхаду ан ла илаха илляллаху вахдаху ла шарика лаху ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух. Бізде 13-ші сабақта хаулаи тақырыбы. Хаулаи біз білеміз, ол көпше түрге арналған исм ишара. Оның анықтамасы былай: исму ишаратин лил джам'ил қарибил ақилил музаккари вал муаннаси. То есть хаулаи ол исм ишара, көпше түрге арналған, жақын жердегі ақылдыларға мужской родқа да, женский родқа да қолданылады. То есть хаулаи тек ақылдыларға қолданылатын исм ишарасы. Себебі хаза, залика, хазихи, тилка деген осыған дейін өткен исм ишаралар бізде жекеше түрге ғана арналатын білеміз. Енді көп нәрселерге біздер хаза демейміз, көп тұрған нәрсеге залика демейміз, алыс болсын, жақын болсын, хаулаи деп айтамыз, жақын жердегі көп нәрселерге. Енді иншалла біздер осыған дейін барлық сөздер бізде жекеше түрде кездескен. Енді біздер осы исм ишараның тақырыбы кездескендіктен біздер ары қарай көпше түрге ауысатын боламыз. Көпше түрдегі сөздерді уже таныса бастаймыз иншалла. Енді араб тілінде кез келген көпше түрдегі сөз үш топтың біреуіне кіретінін білеміз. Ол жамғу музаккар сәлим, ол жамғу муаннас сәлим, ол жамғу таксир екенін білеміз. Кез келген көпше түрдегі сөз ол немесе жаму музаккар сәлим, ол немесе жаму муаннас сәлим, ол немесе жаму таксир. Енді иншалла біздер мына шархты оқымас бұрын біздер тақтаға көпше түрлердің түрлерін және қалай ажыратамыз соларды иншалла айтып кетейік. Бірінші әрине бізде жаму музаккар сәлим өтіледі. Жаму музаккар сәлимді қарастырамыз. Жаму музаккар сәлим ол не? Жаму музаккар сәлим атауында да бізге белгілі, атауы осылай аталады. Жаму, то есть ол көпше түр, ол музаккар, тек қана мужской родтағы сөздер кіреді, сөздер. Тек қана мужской родтағы сөздер осыған кіреді екен. Тек қана мужской родтағы сөздер кіреді. Және сәлим ол не деген? То есть бұл жаму музаккар сәлим сөздері муфрадқа плюс вау плюс нун әріптері қосылуы арқылы құрастырылады. То есть муфрад сөз бізде сәлим. Сәлим дегеніміз ол муфрад сөз целый болып қалады, здоровый болып қалады. Өзгермейді муфрады. Мысалы, мударрисун, мұғалім. Көпше түрге айтсақ, оған вау және нун қосамыз. Мударрисуна деп айтамыз екен. Түсінікті ма? То есть мухандисун жекеше түрде вау мен нунды қоссақ, мухандисуна, то есть мударрисуна, мухандисуна сөздері уже көпше түрдегі сөздер болып есептеледі. Және ол құрастырымы бойынша жаму музаккар сәлим тобына жататына сөздер. Жаму музаккар сәлим тобы, сөстры, ол муфрадқа вау немесе я әрпі қосылады. Я әрпі, вау немесе я. То есть мударрисуна болады, немесе мударрисина болады. Мухандисуна болады, немесе мухандисина болады. Қай уақыттарда ол я болады? Ол я болады егер ол насып септігінде немесе жар септігінде тұрса. Сөстрі, насып септігінде немесе жар септігінде тұрса. Ол не деген сөз? Ол дегеніміз муфрад сөзге вау қосылып тұр ғой, немесе я қосылып тұр. Ол әріптер септіктің белгісі болып саналады. Бұл жаму музаккар сәлим сөздері, сөстрі, помните, асмаул хомсаны өттік, харакаттарға емес, тоже харфтарға септеледі. Харакатқа емес, харфтарға септеледі, сөстрі, харфке септеледі. То есть, на жердегі мударрисуна, мухандисуна дегендегі вау бізде
аляматур роф, то есть роф септігінің белгісі. Ал мударрисина, мухандисина болса бізде бұл я әрпі, бұл аляматул жар немесе аляматул насып. Насып септігінде болатын болса, немесе жар септігінде болатын болса бұл сөз, онда ол осы күйінде жазылады, ямен жазылады, ваумен емес. Түсінікті ма? Енді бұны айттық, вау және я ол септіктердің белгісі. Смотря сөз қандай септікте тұр, соған байланысты вау немесе я тұрады. Бұл анықтадық. Енді мына нун дегеніміз ол не? Ол нун дегеніміз айвадун анит тануин фил исмил муфрад деп аталады. Нун дегеніміз айвад деген замена тануина анит тануин фил исмил муфрад, то есть исм муфрадтағы тануиннің орнында жүрген әріп. Исм муфрадтағы тануиннің орнында жүрген әріп сөздері. Мына нун. Мына нунды осылай түсінетін боламыз. То есть муфрадта бізде тануин бар ғой, мударрисун, мухандисун дегендегі, ол тануин мына жерде жазылмайды, жамғу кезінде уже жазылмайды. Ол не түрінде жазылады? Ол нун түрінде жазылады, нун әрпі түрінде жазылады. Сондықтан да біздер мына мударрисуна, мухандисуна дегенде именно сөздің соңына қарамаймыз. Именно сөздің соңына қарамаймыз, как мы обычно делаем, харакаттардың соңғысына қараймыз ғой. Ал бұл жерде мына нун оның соңғы положениесін бізге положениесін білдіртпейді. Положениесін білдіртпейді, қандай падежде тұрғанын. Ол просто әріп, который заменяет нам танвин, который был в исме муфрад, то есть который был в слове, когда он был муфрадом, мударрисун, мухандисун деген сияқты. Сол кездегі нун мияқта жалғана. Түсінікті ма? Енді айта кететін нәрсе конструкция жағынан, бізде танвин түсіп қалады, танвин түсіп қалатын еді. Обычный танвиндер қай уақытта, егер оған әл артиклі қосылса, немесе ол мудоф болатын болса, Мына жаму музаккар сәлемнің сөздеріне қатысты нәрсе, ол әл қосылса, мына мударрисуна, әл мударрисуна деп, мына нун танвин орында тұрса да түсіп қалмайды. Танвиннің орында жүрсе де, ол әл артиклі кіргенде түсіп қалмайды сөздері. Әл мударрисуна, әл мухандисуна болады. Потому что ол тікелей танвиннің өзі емес, заменасы, бірақ та әл артиклінде түспесе, бірақ мудоф болып тұрса, мына сөздер, именно жам музаккар сәлем сөздері мудоф болып тұратын болса, онда нун түсіп қалады екен. Мысалы, мектептің мұғалімдері далада деп айтатын болсақ, мектептің мұғалімдері бізде идофада тұру керек, мұғалімдері уже бір мұғалім емес, мұғалімдері, значит, мударрисул мадросати деп айтамыз. Мударрисул мадросати фишшариғай деп айтамыз екен, түсінікті ма? Мударрисуна емес та, мударрисуна десек, ол дұрыс болмайды. Неге? Потому что бұл мына жерде мудоф болып тұрғандықтан, нуны түсіп қалуы керек екен, түсінікті ма? Потому что ол все-таки танвиннің орында жүр. Значит, мына нун дегеніміз ол жалпы не үшін тұрады? Ол білдіреді, замена болып тұр, муфрад кезіндегі танвиннің заменасы болып тұр, және ол әл артиклі кіргенде оны түсіре алмайды. Ал мудоф болып тұрса, ол түсіп қалады екен. Түсінікті ма? Ол мудоф болып тұрса, түсіп қалсында мударрису болып қалды екен. Әл деп жазылмайды ғой, енді әл артиклін мудоф қабылдамайды, танвинді қабылдамайды, солай ғой. Сондықтан осындай күйінде жазылады. Так, жаму музаккар сәлім туралы айта кететін нәрсе, сөздер, қандай кез келген сөздер емес, сөздерді вау және нунды қоса салып, жаму музаккар сәлімді құрамаймыз сөздер, өзіміз ештеме құрамаймыз. Просто кездесе, көре, иншаллах, біздер осылай разбираться ететін боламыз, танитын боламыз осы сөздерді. Енді айта кететін нәрсе, именно жаму музаккар сәлім сөздері тек қана музаккар дедік, муаннас жатпайды бұған. Мударрисуна, мухандисуна десек, значит, ол ер адамдар туралы айтып жатырмыз, түсінікті ма? Музаккар, жаму деген түсінікті, музаккар деген түсінікті, тек қана ер адамдар мужской родта айтылатын. Сәлим,
деген түсінікті, иә, который муфрады сақталған, иә, муфрады сол күйі сақталған, міне көріп тұрмыз, муфрады бұзылмаған. Және тағы айта кететін нәрсе, жам музаккар сәлим сөздері только лил ақил, только лил ақил, ақылдыларға ғана құрастырылады. Ақылсыздар түрінде мысалы болады кейбір сөздер осы конструкцияда тұрады, бірақ оларға тікелей жам музаккар сәлим деп айтылмайды да. Олар просто жам музаккар сәлимге ұқсайды, үйтеді, бүйтеді, алдағы уақытта иншаллах көресіңдер. Бірақ та тікелей жам музаккар сәлим деп айтылмайды. Жам музаккар сәлимнің шарттарының бірі ол тек қана ақылдыларға құрастырылады. Тек қана ақылдыларға айтылады. Түсінікті ма? Тікелей жам музаккар сәлим деп тек қана ақылдыларға айтылатынын иншаллах есте сақтаймыз. Түсінікті ма? Бұл жам музаккар сәлимге байланысты теория енді. Иншалла біздер енді просто иғробын айтып көрейік, иә, мысалы. Осы иғробты қарайтын болсақ, мударрисул мадрасати фи шариғи деп айтатын болсақ, мысалы, иә, осыны қалдырайық, қалғанын өшірейік. Сұрақтарың болса, иншаллах менен сұраңдар сөздері. Мына бірінші томда жам музаккар сәлимді айтады, бірақ тек қана роф септігінде қояды. Тек қана роф септігінде кездеседі. Тек қана ваумен жүретін кездері кездеседі. Иншаллах, екінші томнан бастап сендер жам музаккар сәлимді әлде көресіңдер. Сондықтан мына бірінші томда насып септігінде, жар септігінде келмеді деп не расстраиваемся, иә. Иншаллах кездесесіңдер. Оны сендерге просто сендердің бастарымызда қатып қалмасын деп айтып тұрмын да, тек қана ваумен жүретіні. Ямен де жүреді, ваумен де жүреді, смотря қандай септікте тұрғанын. Түсінікті ма? Сендерге сол үшін айтып кеткенмін. Так, мударрису бұл жерде мубтада, иә. Марфуғун ва аламату рофхихи ад-домма ва хуа мудоф. Ва хуа, домма болмайды ғой. Дұрыс емес. Так, мубтада, дұрыстап жіберейік. Мубтада ойын бөлініп. Мубтада марфуғун ва аламату рофхихи ал-вау болады, әрине. Ал-вау. Жаңа айттық қой, ол даммаға септелмейтін, иә, соңғысында біз вау көрдік, иә. Әрине ол харфқа септеледі. Рофхихи ал-вау ниябатан ани доммати, ниябатан ани доммати лианнаху жаму музаккар сәлим деп айтылады. Лианнаху жаму музаккар сәлим деп айтылады. Түсінікті ма? Бұл жам музаккар сәлимнің иғробы сөздері, иә. Мударрису дегенде мубтада марфуғун ва аламату рофхи ал-вау. Мына вау бізде роф септігінің белгісі. Түсінікті ғой? Мына вау роф септігінің белгісі. Ниябатан ани домма. Ол не деген? Замен на даму, которая должна быть в основе у роф. Я рофтың ең басты белгісі, основной белгісі ол дамма ғой. Сол домманың орнында бізде вау жүр дейді, да? Домманың орнында бізде вау жүр дейді. Сосын түсіндіреді, неге олай? Неге олай? Лианнаху жаму музаккар сәлим деп айтылады. Лианнаху жаму музаккар сәлим деп айтылады. Түсінікті ма? Сосын вахуа мудоф деп жалғастырамыз. Вахуа мудоф. То есть бұл еще конструкциясында мудоф болып тұр, иә. Ал-мадрасати бізде мудофун илайхи мажрурун ва аламату жаррихи аль-касра. في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. الشارعي يولد اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. وشبه الجملة في الشارع في محل رفع خبر болады. خبر болады. Бұл түсінікті деп ойлаймын, иә. Тек қана роф септігін қарастырамыз. Бірінші томда, иншаллах, екінші томда басқа септіктерде қарастырасыңдар. Оны пока мынаяқта орын алмай қойық, уақыт алмай қойық. Мысалы, әл-мударрисуна фил фасли. Мысалы, әл-мударрисуна жудудун. Мұғалімдер жаңа деп просто айтайық, иә. Мұғалімдер жаңа. Әл-мударрисуна жудудун. Жадидун емес, жудудун дейміз. Неге? Потому что біздер учителя уже новый деп айтпаймыз, иә. Новые деп айтуымыз керек. Дәл сол сияқты араб тілінде де жадидун емес, жудудун деген көпше түрінде айтуымыз керек екен. Сонда әл-мударрисуна бізде болады. Әл-мударрисуна бізде болады мубтада марфуғун
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. لأنه جمع مذكر سالم. جدد bizde болады خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. То есть оның ешқандай ерекшелігі жоқ екен. Түсінікті ма? Жам музаккар сәлим бойынша осылай сөздер иғробы осылай айтылады. Олар харфқа емес, харакатқа емес, харфқа септеледі. Харакатқа емес, харфқа септелетінін есте сақтаймыз иншалла. Бұл бізде жам музаккар сәлим туралы әңгіме еді, иә? Енді жам муаннас сәлим туралы айтатын болсақ, жам муаннас сәлим туралы айтатын болсақ, атауы бойынша екеуі как бы сәйкес бір-біріне ұқсайды. Мынау жаму музаккар, мынау жаму муаннас деген сияқты. Атауы бойынша бізде жаму көпше түр, муаннас женский род, сәлим тоже здоровый, ja? То есть как будто осы атауына қарап бізде түсінетін сияқтымыз, ол тек қана жаңағы женский родқа, сосын постоянно ол муфрады сәлим болып тұратыны, ja? Бұл жам муаннас сәлим сөздері, сөздері муфрат сөзге плюс алиф және та әріптері қосылып айтылады. Алиф және та әріптері қосылады. Мысалы, мударрисатун деп айтсақ, біздер мударрисатун деп айтамыз. Мударрисатун. Толибатун. То есть бұл жерде тамарбута уже мұндай тәға айналып кетеді. Мударрисатун. Көрдік па? Тамарбута уже жоқ, я? Міне, мына жерде мударрис бар. Тамарбутаның орнында әтун деп жүреді екен, түсінікті ма? Осылай құрастырылады дейді. Енді бұл туралы айтатын болсақ, мұндай бір ескерту жағдайлар бар сөздері, қандай? Жаму муаннас сәлим деген атаумен кейбір ученыйлар келіспейді. Олар мына атау оған сәйкес емес дейді. Потому что не всегда жаму муаннас, не всегда женский родтағы сөздер дейді, и не всегда оның муфрады здоровый болып сақталады дейді. Не всегда дейді. Сондықтан ол сондай жаму дейді, осылай айтады прям, алиф және та әріптері қосылуы арқылы құрастырылған жаму деген сияқты атауы сондай болады. Сол жамулардың түрлері мына сөздердің. Себебі олар мына атаумен келіспейді. Тек қана муаннас емес, тек қана сәлим емес. Неге? Мысалы, роджулун деген сөзді алады. Роджулун ер адам, я? Ол мужской родтағы кәдімгі ер адам, солай ғой. Риджалат деген оның риджалун деген бір жамусы бар. Оның жамусы риджалат, сөздері, риджалат. Много мужчин әтун деп мына жерге қосылу арқылы құрастырып тұр. Риджалун, риджалатун. Понимаете? Мына жерде соңғы сөздің соңында біздер әтун көріп тұрмыз, я? Бірақ ол музаккар, әрине, мағынасы жағынан ер адамдар, көп ер адамдарға айтылған, я? Сонда бұл мына атауына сәйкес болмай қалып тұр, я? Сондықтан да кейбір ученыйлар бұның аты ондай емес деп айтады, бұны келіспей. Түсінікті ма? Не всегда муаннас. Және не всегда сәлім дейтін бар. Потому что біз оны көреміз мұндай сөздерден. Мысалы, бинтун деген көпше түрін айтсақ, бәнәтун, я? Бинтун деген көпше түрін айтсақ, бәнәтун. Бізде муфрады сақталып тұр ма? Бинтун, бинтәтун деп тұрған жоқпыз, бинәтун деп тұрған жоқпыз, я? Бәнәтун деп тұрмыз, я? Бәнәтун деп тұрмыз. Бұл жерде муфрады дәл өзі сақталып тұрған жоқ. Мысалы, уммун деген сөз бар. Уммун, ана деген, я? Уммун. Оның көпше түрі уммәхәтун болады. Уммәхәтун. Муфрады сақталып тұр ма? Жоқ, сақталып тұрған жоқ. Понимаете? Сондықтан не всегда сәлім, да? Не всегда бұл сәлім. Бірақ бәрі да мыналардың барлығы да не жаму анас сәлімге кіреді. Бізде ученыйлар мынаумен мынандай қылып атайтын
иә, неге атайды? Себебі в основном көбінесе осылай, көбінесе сәйкес, көбінесе муаннас, көбінесе сәлим. Просто арасында бар сәйкес келмейтін. Көбінесе солай болғасын ғалибан деп айтады. Ғалибан, то есть сақталады, ғалибан муаннас, ғалибан сәлим болғасын. Иә, көбінесе, көп случайларда, женский род көп случайларда сәлим болғандықтан осылай аталуы мүмкін деп айтады да, осындай атау берген. Сосын жаму заккар сәлим, жаму аннас сәлим деп жаңағыдай бір-біріне ұқсастау үшін осылай аталған, түсінікті ма? Бірақ жаму музаккар сәлим дегенде біз конкретно айттық қой, музаккар ма, тек қана мужской родқа сәлим ба, ол всегда сәлим деп айттық, иә, муфрада. Ал мына жерде жаму аннас сәлим дегенде, иә, атауы солай, бірақ не всегда муаннас, не всегда сәлим екенін біліп жүрейік, түсінікті ма? Енді бұлардың иғроптары қалай болады? Мысалы, ат-толибату, бұлар харакатқа септеледі. Ат-толибату жудудун. Мысалы, олар қалай айтайық, иә? Ат-толибату жудудун. Ат-толибату ешқандай ерекшелігі жоқ. Роф септігінде ешқандай ерекшелігі жоқ. Мубтада марфуун ва аламату рофихи ад-домма деп атайды. Болды, жудудун хабар, иә? Бұл жаму муаннас туралы айта кететін нәрсе септіктер бойынша. Жаму муаннас сәлим роф септігінде даммамен жүреді. Иә, роф септігінде. Ат-толибату роф септігінде, жар септігінде ол ат-толибати кәсірамен жүреді, иә? Насып септігінде ат-толибати. Насып септігінде де кәсірамен жүреді, сестры. Насып септігінде де кәсірамен жүреді. То есть жаму муаннас сәлимнің иғропта ерекшелігі осында. Ол роф септігінде даммамен жүреді, жар септігінде кәсірамен жүреді, насып септігінде фатханы қабылдай алмайды. Насып септіктің өзін қабылдайды, бірақ оның фатхасын қабылдай алмайды. Ол аламату насбихи, мысалы мансубун деп айтатын болсақ, насып септігінде тұратын болса, оны тоже екінші томда өтесіңдер, иншалла жалғастырып. Қазір мына бірінші томда сендерде тек қана знакомительный, то есть осындай роф септігінде тұрған жеңіл сөздер, иғроптары кішкене жеңіл қарастырылады. Екінші томда иншалла осыларды более подробно өтесіңдер, иншалла. Просто айтып кететін нәрсе то, что ол насып септігінде насыптың септіктің өзін қабылдайды, бірақ оның фатхасын қабылдай алмайды, оның харакатын қабылдай алмайды. Насып септігінде де ол кәсірамен жүреді, көрдік па? Мысалы, жар септігінде де, насып септігінде де бірдей. Сондықтан оның иғроптағы орнына просто қарауымыз керек харакаттарына. Ол жар емес, всегда жар емес та кәсірамен тұрғанда, түсінікті ма? Осындай ерекшелігі бар екен, бұл жаму муаннас сәлим туралы айтылады. Бұл түсінікті, иә? Енді жамудың үшінші түрі, ол жаму таксир бар. Жаму таксир. Жамуның үшінші түрі, ол жаму таксир. Жаму таксир деген сынық жаму деп айтылады. Себебі бұл муфрады, жекеше түрі, көпше түрге айналғанда, көпше түрде айтылғанда, ол сынық, то есть өзгереді. Бірдемесі бірдеме қылып өзгереді. Мысалы, толибун деген сияқты сөзді қарастырсақ, толибун, оның жамусы туллабун, то есть өзгереді. Бір әріп алынады, немесе бір әріп қосылады, немесе харакаттарының өзі өзгереді. Мысалы, роджулун, риджалун дедік. Риджалун, мысалы. То есть муфрады вообще сақталмайды. Түсінікті ма? Сондай жамудың түрлері, олар жаму таксир деп аталады. Сондай жамудың түрлері, который муфрады сақталмайтын, муфрады бұзылатын, олар жаму таксир деп аталады. Жаму таксир, сестры, ол иғропта ешқандай ерекшелігі жоқ. Оның иғропта ешқандай ерекшелігі жоқ екен, түсінікті ма? Оның иғропта ешқандай ерекшелігі жоқ. Мысалы, манағы жадидун, ол жудудун дедік қой мана, жудудун. То есть ол жудудун деген көпше түрі, мужской родқа да жүреді, женский родқа да жүреді, қолданыла береді, түсінікті ма? Былай да қолданыла береді, без проблем. Иғропта ешқандай ерекшелігі жоқ, как обычно қарастырамыз. Так. Жаму туралы бәрі айтылды, иншаллах, енді шархқа көшейік. Хаулаи, ал көп еркектерге, ер адамдарды көріп тұрғанда, мысалы оларға айтамыз,
хаза рожулун дейтін болсақ, бір ер адамға, көп ер адамға хаулаи риджалун, хаулаи риджалун. Исім ишараның ешқандай проблемасы жоқ, я, исім ишараның Европта ешқандай проблемасы жоқ. Мысалы, хаулаи, так, хаулаи біз айтамыз исму ишаратин мабниюн алал касри фи махалли, не болып тұр, соны айтамыз. Фи махалли, мысалы, мына жерде роф муптада болып тұр, иә. Кәдімгі исім ишара сияқты қарастырамыз. Мупта, да, мупта, да. То есть хаулаи риджалун дегенде исім ишара мабниюн алал касри, хаулаи фи махалли роф муптада деп айтылады. Ешқандай ерекшелігі жоқ Европта айтып кететін. Хаза рожулун хаулаи риджалун, хаза табибун хаулаи атиббау, хаза тауилун хаулаи тивалун. Мынау ұзын, мынау ұзындар уже, иә. Хаза шейхун хаулаи шуюхун, хазихи ухтун хаулаи ахаватун. Я, хаулаи да айттық, ол жаңа музаккарға да, муаннасқа да бірдей жүретін айттық, иә. Сондықтан хаулаи риджалун, хаулаи ахаватун. Сестралар, эти сестры деп айтады, иә. Хазихи табибатун, хаулаи табибатун. Хазихи тауилатун, хаулаи тивалун. Тивалун, мысалы, тауилун, тивалун. Жаму таксир, иә. Жаму таксир мужской родқа да міне кездесті, женский родта да кездесті, түсінікті ме? Сондықтан жаму таксир ол женский родта да, мужской родта да жүре береді без проблем. Так, ары қарай, хазихи фататун, это девушка, хаулаи фатаятун, бұлар қыздар, бойжеткен қыздар деп атайды. Далее ары қарай бізде хум. Хум деген бізде дамир бар. Мысалы, хуа деген жекеше түрге айтсақ, хум дегенді біз көпше түрге айтамыз. Енді ол хум қандай уақыттарда қолданылады? Хум ол дамиру жамғил ғоибил музаккарил ақыл сөздері. Бұл важны. Ақылдыларға, тек қана ақылдыларға, сосын тек қана музаккарға. Олар дегенді білдіреді. Олар. Мән хаулаи, мыналары кім? Мыналар кімдер? Хум туджарун. Олар, мыналар демес, е? Олар, хум, они торговцы. Айна зумалаука, сенің класстастарың қайда? Хум фил махджаги. Олар, көрдік па? Олар общежитиеде. Мән хаулаи, мыналар кімдер? Ахум абнаука, олар сенің балдарың ба? Ибнун абнаун. Олар сенің балдарың ба? Ла, хум абнау ахи. Жоқ, олар абнау ахи, менің ағамның балдары дейді. То есть хумды сөздері ұмытпаймыз, тек қана музаккарға, тек қана ақылдыларға қолданылады. Айна туллабул жудуду, жаңа студенттер қайда? Баудухум, олардың кейбіреулері, часть из них, кейбіреулері, фил фасли, класста, ва баудухум индал мудири, ал кейбіреулері директорде. Так, у директора, я. Мына жерде идофатул асмаи иля лисми зохири ва дамир. То есть исімдердің исім зохирге, кәдімгі явный исімге қосылуы, немесе дамирге қосылуы, идофа болуы. Ол не деген? Мысалы, алисму зохир, явный исімдер ол Мухаммад, Хамид, Аздиқа, Аттуллаб, илал ахыр и так далее. Ад-дамир дегеніміз ол хуа, хум, кафул мухатаб, яул мутакалим, олар дамирлер. Енді олардың арасында әрине идофа болады, Мысалы, ал-идофату иля лисми зохир, абнау Мухаммадин. Идофа иля лисми зохир. Исім зохирге идофа болған. То есть идофа, абнау Мухаммадин, исім зохирмен идофа. Зумалау Хамидин, аздиқаул мударриси, асмаут туллаби, китабул мудири. Енді ал-идофату иля дамир, абнауху, оның,
уже, иә. Мысалы әңгіме арасында біз қайта адамның есімін айтпай, мысалы Мұхаммад туралы айтып жатсақ әңгіме арасында, иә, біз қайта Мұхаммадтың баласы, Мұхаммадтың үйі, Мұхаммадтың кітабы, Мұхаммадтың деп қайта оны айтпас үшін, оның кітабы, оның үйі деп қысқарту үшін мына местоимениялар қолданылады, мына дамирлер қолданылады, түсінікті ма? Абна уху, оның балдары, абна ухум, олардың балалары, абна ука, абна уки, сенің балдарың, абна и, менің балдарым, китабуху, оның кітабы, китабухум, олардың кітабы, китабука, китабуки, китаби, менің кітабым деп бізде есімді дамирге жалғап идофа құраған, иә, бұлар енді әл-идофату иля дамир деп аталады. Әрі қарай абна у Мұхаммадин, әрине бұл идофа болғандықтан абна у мудоф, Мұхаммадин мудофун илейхи, абна у мудоф, ху мудофун илейхи, ху деп айтпаймыз, енді біз хаул ғойби деп айтамыз, иә, немесе әл-хау деп атын айтаймыз, атымен айтамыз, иә, ху деп айтпаймыз, ки деп айтпаймыз, иә. Абна ука, абна у мудоф, кафул мухатаби мудофун илейхи, китаби, китабу мудоф, яул мутакалим мудофун илейхидің орнында жүр екен, түсінікті ма? Түсінікті болса, иншалла осымен тоқтаймыз. Келесі сабақта біздер ваул жамағаны бастап оқимыз, иншалла. Келесі сабақта фиғылдерге көшетін боламыз. Сұрақтарыңыз болса, иншаллах маған қоямыз. Осымен тоқтаймыз. Субханаке Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейк. Баракаллаху фикунна ва джазакумуллаху хайран. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.